Бүгін таңертең естеріңізде болса, біз Эльза токенін қарастырған болатынбыз. Соның тағы да ID 2 токен. Эльза және ID. Позиция біреу ғана қалыпты. ID-дікі жабылған сияқты. Жерде пайда және шығыннан көрсем болады. ID-дікі жабылды. Қарап тұрсақ, 2 рет жабылды. Мен таңғы эфир кезінде 1 рет ашып жаптым. Содан кейін тағы да төрізі қойып, ол да жабылды. Соның қарағанда ID жақсы токен ба деп қалдым. Айналымына 24 миллионға дейін барған ба. Ал екінші қарастырған токеніміз Эльза болған. Ол әзірше тұр. Мен азаңда ашылғаннан кейін ордер тек take profit қойдым. Орталандыруға қоймай кетіп едім. Соны ұмытып кетіппін. Эльзаның деңгейлерін қарасақ, қазір баға шамамен жерде тұр ғой. Ортаңғы. Міндет. Эфир болып жатыр ғой, не дейсің? Давайте пиццу закажем. Ортаңғы деңгейге келіп тұр. Жоқ, ортаңғы деңгейден түскен. Ортаңғы деңгей мынау ғой. 382 мен 236 деңгейлердің ортасында тұр. Мен азаңда сауда жасағанда мына деңгейден сәл төмен қоя салу керек педі. Сол кезде мүмкін орталандыратын едік. Мына жерден тағы да магнитті қосып көлденең сызықтарды сызсақ. Енді орталандыруға шамамен осы деңгейге қойсақ болатын сияқты. Осы жерге келіп көбінесе міндетті түрде келіп қайтатын 49.56. Сол 49.56 200 емес, енді 400 бен не алайын ба? Жақындату үшін 30%, 300 бен 49.56, 300 бен. Лонг ашу. Тағы мына жерде техникалық талдауды бір қарап жіберейік Эльза бойынша. Бір күндік орташа дейді. Акселераторлар сатып алсын дейді. Орташа жылжитын баға жылжуы сату керек дейді. 4 сағаттықта сатып алу керек. 2 сағат сатып алу, 1 сағат. Акселератор сату керек десе, орташа жылжу сатып алу керек дейді. Төменгі таймфреймдер. Соған қарағанда қазір күн сатып алу керек те шығар. Онда осы жерге қояйық. Осы жерге келіп орталандырып жатса, шамамен осы бір жерге дейін баға, мына орташа баға келу керек. Содан кейін мүмкін жабуды қарастырармыз. Бұл жарайды. Енді тағы бір токенге позиция ашайық. Нерде эфирде сұрақ акциялар емес, бұл криптовалюта. Криптовалюта Бейбіт Қазақстандық биржасы. Алтынмен, мен ойымша, тиктокта алтынмен сауда жасап, эфир жасап жүргендер көп сияқты. Мен тек криптовалютамен
Енді мына жерде туынды құралдарды қарастырсақ, туынды құралдардан XPL USDT дейді. XPL перпетулар, Aster. Мына жерден одан да мен реттеп көрейінші. Қайсының айналымы көбірек? 24 сағаттық. XPL-дің айналымы көбірек екен. 88 миллион. 31%-ға көтеріліпті бағасы. Осыны көрейік. Алтын деп қазір екінің бірі алтынмен сауда жасап жүрген сияқты. TikTok'та жиі кездесетін болып кетті қазір. Бағасы шарықтап келе жатқан сияқты. Бір сағаттықта қарасаң, көп уақыт жинаған бағаны, сөйткенде жоғары қарай кеткен кейін. XPL USDT талдамаға қосайық. XPL USDT қосылды. Енді техникалық талдау бойынша бір күндікте осцилляторлар орташа бейтарап, яғни орташа қозғалу бағасы бойынша алу керек дейді. Бір сағаттықта, бір күндікте де алу керек дейді, 4 сағатта да алу керек дейді. Онда алайық. Мына жерде 10 болса, оны $1 болады. $5 болса, шамамен 50. $5 не бола ма? Қаншамен кіреміз? 150-ден 2-ке бөліп 100-бен кірейік, онда. Мына жерде баға жиі алмасып тұр. Сол үшін нақты бағаны көру қиын. 150-ден ілесу лимиті шамамен 1% қойайын ба, жоқ, 0,8 қоя салайыншы. Оны қашайық. Сөйтіп қосып қойайық. Өзі жұмыс істеп тұрсын қазір. Баға кемді болған кезде ашар деп ойлаймын. Енді осының талдамасын қарасақ, талдаманы қарадық қой, нені? Көлемін, содан кейін нені сызсақ, Fibonacci өзгерту дей ма? Өшіп қойын. Бағаның көлеммен басталған жері шамамен осы жер ғой. Ең төменгі деңгейді көрсетейін ба? Көлем негізі басталғаны мынау десе де болатын сияқты. Мынау болса баға қаншаға көбейген? 29. 30%-ға көтерілді бүгін. Ең төменгі бағадан қарасақ, 30%. Енді көлемді қарасақ. Қазір бізде баға мына жоғарыда тұр. Көбінесе сауда болатын жер мына деңгей ма? 11-14. Қазір жоғарыда. Бұны бұзса, келесі кететін деңгей мынау. Бұзбаса артқа қайтса, мына жаққа қайтып
Pretest жасауы мүмкін. Бұл бізде 1 сағаттық, 1 күндік. 1 күндік бойынша айту қиын. Мынау бір жерден өтсе, келесі деңгей мына жерге баруы мүмкін. Жалпы не жасауға, лонка ашуға болатын сияқты. 1 күндік кесте бойынша, егер осы қарсылықты бұзса, келесі деңгей мынау. Бұзбаса қайта оралуы мүмкін. 11-14-ке оралуы мүмкін. Немесе келесі мына бір жерге оралуы мүмкін. Енді мынаны ашып қойдық қой. Бұл қосылып тұр. Қандай тағы бір токенді қарап көреміз бе? Үшеу қойым керек, 10 болып кетті. Енді тағы бір токенді қарап көрсек, қайда нарық? Таңғы нарық 23 болып еді, қазір 22-ге шамалы түсіпті, төмендеп. Қорқыныш қайттан пайда бола бастағаны ма? 665%-ға да өсетін бар екен ғой. 666% бір күнде. Есті дейді, тұрақсыз. Бұған кірсен қалай болар екенсің? Бір күнде 6 есе бағасы өскен осындай. Ескертіп жатыр биржа бізге. Бұл қандай? Жоқ, бұл спот екен ғой. Спотқа кіріп кеттім ме? Туынды құралдар керек қой. Туынды құралдардан XP-ге қойса ID келесі көлемі жақсы. Әлде астерді қараймыз ба? Астерді жақсы. Төкен оның да көлемі жеткілікті екен. Астер ол жақсы көтерілді. Астерге қандай талдама береді екен бізге трейдинг вью? Астер өсіп жатыр. Бір күндікте көтеріліп жатыр. Активно покупать дейді, активно покупать дейді. Продавать. Бір апталықта алу керек дейді. Қайда барар екен бұл астер? Барлық жерде алу керек деп жатыр. Мына деңгейді бұзып өтсе, мына жаққа кетер ме екен? $1 ғой. Мына жақтан да бір күндік график. Қарсылық деңгейін сәл бұза бастаған екен ғой.
несі көп емес. Қаржыландыру деңгейін қарасақ көп емес сияқты. Көтерілмеген, теріске көтерілмеген. Онда шорттар әлі қызу емес қой. Трейдинг күйінге сүйенсек, да алу, ашу керек, алуға ашу керек дейді. 10-20-ға алып қоямыз. Кәдімгідей көлеммен көтеріліп те жинап кетті. Бір күнде қанша көтерілген. Мына жерден басталған ғой. 27%-ға көтерілген бір күнде. Білмеймін мен. Қайсысына сенерін білмей тұрмын. Трейдинг күйге ме, әлде өзім ойым ба? Мен өзім ойым сату керек сияқты. Бірақ көлем үлкен. Бұзып өтсе ары қарай кетуі де мүмкін. Мынандай көлеммен бір сағаттықта орташа болып қойыпты. Бұда қандай да бір жаңалықтар болған екен, көрейікші, жаңалықтарын оқиық. Жаңалықтар жоқ дейді. Алу керек деп тұр бәрі. Мұнда аламыз ба? Қалай ойлайсыздар? Бір сағаттық. Мына жерде кішкене салқындапты. 15 минуттықта да салқындапты. Жарайды, алу керек болса онда алайық. Қазіргі осы бір бағамен 76 ма? 76 мен $5 болса 10 астыр бола ма? 10 астыр еді, ала салайын. Көрейік. Орталандыру келесі деңгей 15 минуттықта шамамен 73 ба? Директ үш қоя салайын. 73. Орталандыру 73. Одан кетсе, бұл төмен қарай кетті деген сөз ғой. Енді take profit'ті мына ең жоғары жеткен жеріне қойсақ, 5%. Мына жер 4,5%. Қатты көмекпай ақ осы 4,5%, 79-да 5-ті қоя саламын ой. 79-да 5. Қазіргі көлеммен шамамен 36 цент. 14% қоса ма көлемге? Осылай қойдым.
Бұл бізде астыр. Бұл донда осы қанша аштық? 2 аштық қой біз. XPL аштық және астыр аштық. Бәрін лонг ашып тастаппыз ғой. Шорт тіптен ашпаппыз. Шорт біреуін ашамыз ба? Мына жаққа келе жатыр. Шортқа да ашып көрсек, нарық бағасымен 10 астырге шорт ашайыншы. Сөйтіп оның мына жерге дейін ұрып жатыр ғой. 73-28. 73-28-ге тейк профит қой. XPL жылжи бастаған сияқты. Тейкке қарай. Оған біз тейк қоймаппыз ғой XPL-ге. Позицияны ашуымызды ашып алдық та. Тейк қоймай кетіппіз. Бұның келесі қазір ең жоғарғы деңгейде тұр ғой. Қай жерде ашылды ол? Мына жерге дейін қанша пайыз болар екен? 3,5%. 223. %98. Ана көлем осы жерден басталды өсіп. Жақта 12,28. Жақта да сома 12,28. Жарайды, сол 12,28-бен қойып көрейін. 0,12,28. 11%, 45 рой. Растау дейміз. Енді бұның да орталандыру қоя салайық. Келіп қайтатын жерлері. Төменгі деңгейі қай жер? Қазір мына жерде тұр. Келесі төмендейтін деңгейі шамамен 109. Сонда бір 11,2. 11,2-ге қойымыз керек қой. Орталандыру 150-ге ма? XPL-мен орталандыру қойсақ. Бұл онда позицияларды аштық. Бәріне қойдым ғой. Take profit қойдым. Орталандыруға қойдым. Жерде де
мынау астердің шорт позициясы бойынша орталандыру қойған жоқпын ба? Қоймаппын. Оны мынау ең үстіңгі 79-25-ке қоямын бұнда. 15. Болды, онда барлығы қажетті ордерлерді қойдық. Позициялар ашылды. Осы ID-ге 10, 100, 200 бен 200-ге ашсақ, айсбергпен, айсбергпен 200-ге ашайық, содан кейін орталандыруда қоя салайықшы. Жұмыс істеп тұра берсін 1%-бен. Лонг ашамыз деп қоямыз. Өзі ойнап тұра береді. Бұл ID-дің келесі төмендейтін деңгейі қандай жер? 27,5-ге қойса болады дейді. 300 бен 27,5-ге қоя салайын. Орталандыру. Bir saatlikte aramayız. Bir dengeydi. Сият. Штрек сият. Бірнеше рет бағаны қайтарған ба? 31.24. Бар ма ол деңгей? 1.89. 31.24. Бағаның күшейген. Жоқ күшеймеді. Так, бағаның күшейген жері ма? Жарайды, әзірше осылай тұра берсін. Өйткені ең күшті деңгей осы болып тұр да, міне. 1 сағаттық неден көбірек сол жерге барып тірелген. ID ашылып жатса, 5-ші позиция болып ашылады. Көрерміз. Астер. Жатыр ма? Шорт ойнайтын шығар. Жарайды, онда сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі эфирді аяқтаймын. Ертеңге көріскенше күн жақсы. Таңғы 6-да қосыламын.